Амин қышқылдарын жіктеген кезде біз негізі үш нәрсеге назар аударамыз. Сол үш нәрсе арқылы біз амин қышқылдарын жіктейміз. Ол біріншіден радикалдардың полярлығы, екіншіден ол амин қышқылдарының құрылысы, үшіншіден амин қышқылдарының адам организмінде синтезделуі. Демек, ең біріншісі амин қышқылдарының радикалдарының полярлығы болса, біз содан бастаймыз. Жалпы амин қышқылдарының радикалдары бір-бірінен өлшем, пішін және полярлық арқылы ажыратылады. Неге полярлық қызыл түспен? Себебі ол бұл жерде ең маңыздысы болып келеді. Себебі полярлығы арқылы біз амин қышқылдарының қызметтерін және суда еруін көрсете аламыз, түсіне аламыз. Жасуша цитозолі сулы ерітінді. Жалпы жасуша цитозоль дегеніміз не? Адам ағзасындағы жасушалардың ішінде бір белгілі сұйықтық бар. Ол цитозоль, қоймалжың сұйықтық. Оның pH-ы ылғи 7-де 0 болады. Демек, тура судыкінде, демек, бейтарап. Бейтарап болса, ол pH-ы 7. Сулы ерітінділерде қышқылдар мен негіздер иондарға диссоциацияланады. Сулы ерітінділерде, мысалы, су және тағы басқа суға ұқсас ерітінділерде қышқылдар, мына жерде көріп тұрғаныңыздай, анион болады. Яғни бір сутек бір протонды өзінен ажыратады, ал мына негіздер өзіне сол сутекті тартып алады. Демек, 7-де 0, яғни адам ағзасындағы жасушалардың цитозолінде біздің амин қышқылдары, амин қышқылдарының қаңқасы осындай кейіпте болады. Яғни амин тобы өзіне сутекті тартып алады, ал карбоксил тобы сутекті өзінен ажыратып алады. Яғни кері. Ол pH 7 кезінде. Бұл ионның аты цвиттер ион болады. Цвиттер ион дегеніміз оң және теріс зарядталған функционалды топтары бар. Бірақ молекуланың жалпы заряды 0 болатын молекула. Демек, мына жерде оң зарядты көрдіңіз, теріс зарядты көрдіңіз, ал жалпы цвиттер ионның зарядының өзі 0 болады. Сондықтан оның аты цвиттер ион. Бұл молекула. pKa. pKa дегеніміз не? Диссоциация константасы. Диссоциация константасы дегеніміз функционалды топтардың 50% заряды бар, ал қалған 50% заряды жоқ күйді қамтамасыз ететін pH мәні. Демек, белгілі бір pH мәнінде, мына жерде амин, мысалы 50 амин қышқылын алайық, 50 амин қышқылының 25-інде амин тобы плюс зарядталады, ал қалған 25-інде ол зарядсыз болады. Тура бұл жердегідей заряды бар, ал қалған заряды жоқ. Ал карбоксил тобында заряд не теріс, не заряд болмайды. Себебі заряды болса теріс, заряды жоқ болса жоқ. Келесі. Оны айтқан кезде біз мына жерді көруіміз керек. pKa 8-де 0 амин тобы үшін, ал карбоксил тобы үшін pKa 3-де 0-ге тең болады. Демек, 3-де 0 pH мәнінен төмен болса, pH мәні 3-де 0-ден төмен болса, ол өзіне жаңағы сутекті тартып алады. Мына жерде міне осындай болады. Ал pH 3-тен жоғары болса, pH 3-тен жоғары болса, ол сол сутекті өзінен жоғалтып алады. Тура сол амин тобында. pH 8-де 0-ден төмен болса, ол жаңағы сутекті өзіне тартып алады мәні. Ал pH 8-де 0-ден жоғары болса, ол өзінен жоғалтады. Біз жаңа айттық, адам ағзасындағы жасушалардың цитозолінің pH-ы 7-ге тең, сондықтан ол 7 болса төмен, яғни сутекті өзіне тартады, ал 3-тен жоғары, сондықтан мына жерде былай. Міне, былай алайық. 3, мына жер 8. 8-ден төмен болса қосылады, 3-тен жоғары болса сутек кетеді, ажыратылады. Келесі. Екінші. Сулы ерітінділерде полярлы және зарядталған молекулалар жақсы ериді. Демек, сулы ерітінді болса, міне көріп тұрғаныңыздай полярлы және зарядталған молекулалар жақсы ериді. Бұл жерде заряды қай жерде бар? Ол амин тобында плюс заряд және
карбоксил тобында теріс заряд болады. Полярлы болу себебі оның ионданған күйінде. Демек, мынау көріп тұрғаныңыз ол ионданған күйі. Ионданған күйінде ол сумен, яғни су молекулалары оны сыртынан қаптап оған қарай жиналады. Ал полярлы бірақ зарядсыз радикалдар кішкене басқаша жұмыс істейді. Мен оны сәл кейінірек түсіндіремін. Және бұл жерде полярлықтың маңыздылығы амин қышқылының құрылысында. Сіз білетініңіздей, бірінші видеода мен амин қышқылдарының құрылысын айттым. Яғни полипептидті түзу барысында, немесе олигопептид, немесе нәрөзді түзу барысында амин қышқылдары бір-бірімен пептидті байланыстар арқылы байланысады. Демек, мынау бірінші амин қышқылы, мысалы метионин, мысалы емес, негізі метионин бірінші болу керек. Бірінші амин қышқылы метионин, келесі амин қышқылдар болып тізбектері жүрген кезде, мына жердегі CO, яғни қос байланыс о қалады да, мына оның орнына NH тұрады. Демек, жалғаса береді. Пептидті тізбекті жалғаса береді, пептидті байланыс арқылы. Сонымен жалғасқан кезде, мына жердегі заряд өзінің күшін жоғалтады. Ал заряд өзінің күшін жоғалтса, ол не деген сөз? Ол гидрофильділіктің қасиеті төмендеген деген сөз. Гидрофильділік қасиеті төмендесе, ол суда ере алмайды. Сондықтан біз үшін мынау әлсіз болса, мына жағы әлсіз болса, себебі 50 амин қышқылынан құралған нәрөзді алайық, тек басында ғана заряд болады, және тек соңында карбоксил тобы арқылы заряд болады. Ал ортасындағы амин қышқылдары заряды жоқ. Ортасында не қалады? Радикал қалады. Сол себепті радикалдың полярлығы біз үшін өте маңызды. Және радикалдың полярлығы арқылы біз нәрөздің еритін, не ерімейтін, не амин қышқылын еритін, не ерімейтін айтамыз. Келесі. Амин қышқылдарының полярлы зарядсыз радикалдары 5. Демек, олар серин, трианин, аспарагин, глутамин, цистеин. Енді олар не үшін суда ери алады? Себебі бұл радикалдардың құрамына үлкен электр терістігі бар атомдар кіреді. Демек, жартылай заряд тасымалдайды. Міне, құрылысына қарайтын болсақ, мына жерде OH, мысалы, мынау серин деп алайық. Не емес еді? Ол трианин де болуы мүмкін. Бірақ серин деп алатын болсақ, бұл жерде радикал деп айтқаным, оның қаңқасымен тағы метил топтары, мысалы, көміртектер. Ал ең бастысы бұл жерде OH біз үшін. Себебі осы OH арқылы ол суда ериді. Мына жерде электр терістілігі бар атом, және ол жартылай заряд тасымалдайды. Өзінде жартылай заряд тасымалдағандықтан өзіне сутекті тартып алады. Сутекті тартқан кезде, ол сутек су молекуласының құрамында болғандықтан өзіне суды тарта бастайды. Өзіне суды тартады да, мына жерде суды тартады. Және мысалы, мынау цистеин. Мынау цистеин деп алайық. Міне, цистеинде күкірт тура оттек сияқты жұмыс істейді, өзіне тартып алады. Сұрақ туындауы мүмкін. Неге онда метионин олай істей алмайды? Себебі метионинде мына жерде метил тобы бар. Метил тобы күкірттің басқа молекулалармен, демек сумен байланысуын шектейді. Сондықтан метионин суда ерімейді, және полярлы емес болып келеді. Сосын тағы бір молекула. Бұл жерде амидтер. Демек, аспарагин және глутамин. Амид тобы ол CONH2. Ол басқа полярлы, бірақ заряды жоқ амин қышқылдарына қарағанда көбірек гидрофильді. Демек, суда жақсы ериді басқаларға қарағанда. Басқалар да жақсы ере алады, бірақ мынау одан көбірек ериді. Себебі оның
байланысатын нүктелері көбірек. Бұл жерде оттекте бар, міне бір, азотта бар, сутекте. Демек мына жерде оттек пен сутек қана болса, мына жерде оттек, сутек және тағы қосымша азот пен тағы бір сутек болады. Сондықтан ол 4 су молекуласын өзіне тартады, ал мысалы серин немесе трианин тек 2 су молекуласын өзіне тартып алады. Сондықтан аспарагин және глутамин бүкіл 5 полярлы зарядсыз радикалдардың ішінде ең гидрофильді болып саналады. Сосын осы амин қышқылдар радикалдары сутектік байланыстар түзеді. Міне, сутектік байланыстар түзеді. Сол арқылы олар цитозольде жақсы ериді. Цитозольде жақсы еритін болса, оның қызметтері де басқаша болады. Енді амин қышқылдарының радикалдарының полярлығын біз түсіндік. Оның қалай жұмыс істейтінін, суды не себепті өзіне тартатынын, немесе су оны не себепті қаптайтынын біз түсіндік. Демек, бұл видеоның екінші жартысына біз өте аламыз. Бұл видеоның екінші жартысында мен алифатты, функционалды, ароматты гетероцикл эмин, демек амин қышқылының құрылысын, сосын амин қышқылының полярлы емес бөліктерін және қаңқасын түсіндіремін. Амин қышқылдарының қаңқасы. Амин қышқылдарының қаңқасы негізі 19 амин қышқылына сай. 20-шы амин қышқылы пролин, оның қаңқасы кішкене басқа, және оның қаңқасын біз қаңқа деп атай алмаймыз. Сол себептен біз қалған 19-на сай келетін қаңқаны қарастырайық. NH2, CH, COOH және осы көміртектен кеткен бір байланыс радикалға. Мысалы, глицинде ол радикалдың орнына сутек тұрады. Сол себепті глицин бізде изомері болмайды. Демек, L изомері болмайды, немесе D изомері болмайды. Себебі оның екі жағында да сутек бір. Оның кеңістіктегі кішкентай бауырлары жоқ. Ол бір ғана. Ал мына жерде қаңқада маңызды нәрсе ол оның ортасындағы орналасқан көміртек атомы. Бұл көміртек атомы хиральды атом болып саналады. Себебі ол 4 әртүрлі атомдармен немесе молекулалармен жалғасқан. Біріншіден, карбоксил тобымен функционалды топ, NH2, яғни амин тобымен, жоғарыда сутекпен және төменде радикалмен. Глицинде радикалдың орнына сутек, сол себепті глицинде хиральды атом жоқ. Ал қалғандарында хиральды атом бар. Кейбір амин қышқылдарында хиральды атом 2 болуы мүмкін. Келесі, амин қышқылдарының құрылысын айта кетейік. Ол алифатты. Шеткі тізбегі ашық көміртекті тізбектен және ароматты сақина немесе функционалды тобы жоқ амин қышқылы. Бұларға, осы алифатты амин қышқылдарына глицин, аланин, валин, лицин, изолицин жатады. Не үшін? Себебі көміртекті тізбек көріп тұрғанымыздай CH3, CH, CH3 тек көміртекті тізбек, басқа бір қосындыларсыз. Глицинде жатады, себебі оның қаңқасында көміртек орналасқан, яғни көміртекті тізбек. Ароматты сақина жоқ. Көріп тұрғаныңыздай ароматты сақина жоқ. Мысалы, фенилаланин сияқты, немесе тирозин сияқты ароматты сақиналар жоқ. Сосын, функционалды тобы жоқ, қосымша. Өзінің функционалды топтар бар, яғни мысалы NH2 амин тобы, карбоксил тобы, ал лизинде мысалы қосымша амин тобы. Аспартатта қосымша карбоксил тобы. Трианинде қосымша гидроксил тобы. Олар сияқты емес. Бұл бесеуі тек көміртектен және сутектен құралған радикалдар. Сол себепті олар алифатты деп аталады. Келесі, қосымша функционалды топ деген тағы бір бағана бердім. Ол лизин, аргинин, аспартат, глутамат, серин, трианин, аспарагин, глутамин, цистеин және метионин. Не себепті?
Олардың құрылысында көміртекті тізбектен басқа тағы функционалды топтар бар. Мысалы, лизинде амин, аспартатта карбоксил, аспарагинде амид, міне СО, NH2. Немесе цистеин мен метионинде күкірт қосылған. Мына жерде метионинде күкірт, цистеинде де күкірт қосылған. Және ароматта енді осы үшеуі бірге циклды амин қышқылдары құрайды. Циклды амин қышқылдары. Ароматтың өзі екеуі ғана, фенилаланин мен тиразин. Ароматты деп аталу себебі бензол сақинасы бар амин қышқылдары. Мысалы, тиразинде бензол және гидроксил тобы қосылған. Бензолға гидроксил тобын қосатын болсақ, оның аты фенол болады. Бұл жерде фенилаланин тек бензол сақинасы, ал тиразинде бензол сақинасына қосылған гидроксил тобы, демек мынаның бәрі фенол болады. Енді гетероцикл. Гетероцикл дегеніміз, былай айтқанда, өзінің құрылысында көміртектен басқа атомдардың болуы. Мысалы, триптофанда көріп тұрғанымыздай, мына жерде көміртектер болу керек, ал мына жерде NH. Демек азот тұр. Азот тұратын болса, ол гетероцикл. Демек, фенилаланин былай айтқанда гомоцикл дейтін болсақ, себебі тек қана көміртектен құралған. Ал триптофанды және мысалы пролинді және гистидинді біз гетероцикл дейміз. Себебі олардың циклдың құрамында мына жерде 5-тік цикл, оның екі жерінде азот бар. Сондықтан гетероцикл. Жалпы соңғы қалған нәрсе ол имин. Имин деп аталу себебі оның азоттың көміртектермен екі байланыс арқылы байланысуы. Бір көміртекпен және екінші көміртекпен. Бірақ нағыз иминдер былай болады. Көміртек қос байланыс және азот. Бұл жерде қос байланыс жоқ. Бұл жерде басталған цикл арқылы радикал барып, жаңағы NH-қа, яғни азотқа бекінеді. Сондықтан бұл имин емес. Көптеген кітаптарда бұрынғы қателік кесірінен имин тобы деп қалып кеткен. Бірақ ол имин тобы емес. Ол екіншілік амин. Себебі қалған амин қышқылдарының қаңқасында мына жерде NH2 болып, ол біріншілік амин болса, бұл жерде ол екіншілік амин. Себебі келе жатқан радикал бұрылып, цикл құрап, оған қайттан қосылады. Болды. Енді амин қышқылдарының құрылысын сіз түсіндіңіз деп ойлаймын. Келесі жаңағы классификацияға қайта оралайық. Ол полярлық. Жалпы амин қышқылдарының полярлық бойынша жіктелуі. Амин қышқылдарының полярлығы бойынша жіктелуі кезінде біз негізі екі нәрсеге мән береміз. Ол полярлы емес амин қышқылдары және полярлы амин қышқылдары. Полярлы амин қышқылдарына мен сізге шолу ең басында бастадым. Енді кішкене полярлы емес амин қышқылдары туралы сөйлесейік. Жалпы неге олар полярлы емес? Глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин, метионин, фенилаланин, тиразин, триптофан, пролин. Міне, осылардың бәрі 10 амин қышқылы. Оңай болу үшін осылай жаттауға болады. Полярлы емес 10 және полярлы 10. Полярлының өздері сосын тағы бөлінеді, оны кішкене кеңірек түсіндірем. Полярлы еместері не себепті сумен әрекет ете алмайды? Себебі бұл жерде көріп тұрғаныңыздай тек сутек. Сутектік байланыстарды түзе алмайды басқа сутекпен. Ол үшін өте қиын. Аланинде CH3, яғни метил тобы. Метил тобы да оған әлсіз. Ол гидрофобты. Валин, лейцин, изолейцин көріп тұрғаныңыздай одан да көп метил тобы бар. Демек ол мүлдем гидрофобты болады қалғандарына қарағанда. Ең гидрофобты бұл жерде изолейцин мен лейцин, осылардың бесеуінің арасында.
Келесі метионин. Метионин гидрофильді, яғни полярлы болушы еді, егер мына жерде метил тобының орнына ештеңе болмаса. Демек, сутек болса, мысалы, цистеин сияқты. Ол полярлы болушы еді, бірақ бұл жерде CH3 былай айтқанда оны полярлы болудан қоршап тұр. Ол оны жауып алады да, су оған ештеңе істей алмайды. Су оған не жанаса алмайды, не тартыла алмайды. Сондықтан метионин бізде полярлы емес. Келесі фенилаланин. Фенилаланин өзінің құрылысының арқасында, яғни осы бензол сақинасының арқасында гидрофобты, тура солай тирозин, бірақ тирозинді негізі екі жіктелуі бар. Кейбір кітаптарда тирозинді полярлы, бірақ зарядсыздарға жатқызады. Кейбір кітаптарда полярлы еместерге. Мен өзім басым полярлы еместерге жатқызам, себебі оның гидроксил тобы полярлы болғанымен оның бензол сақинасы тым гидрофобты. Демек, суға ери алмайды, ол полярлы емес. Оның полярлы еместілігі, яғни гидрофобтылығы, гидроксил тобының полярлы болуын басып тастайды. Былай басады да, ал гидроксил былай басылып қалады. Басылып қалса, ол түкісе алмайды, оның күші жетпейді. Сондықтан тирозин полярлы емес амин қышқылдарына жатқызамыз. Бірақ сізден мұғаліміңіз сұраса, айтыңыз, екі классификациясы бар. Бірақ гидроксил тобының полярлығы жеткіліктісіз. Жеткіліксіз болғандықтан біз оны полярлы еместерге жатқызамыз. Келесі триптофан. Триптофан тура сол әңгіме. Бұл жерде бір бензол сақинасы және бір бестік цикл. Ол гидрофильді бола алмайды, яғни полярлы бола алмайды, суда ере алмайды. Сондықтан біз триптофанды жатқыза алмаймыз. Және пролин. Пролин тура сол әңгіме, және гистидин тура сол. Енді полярлы амин қышқылдарына өтейік. Сосын осы жіктеуді бітірген кезде мен бүкіл амин қышқылдарына жеке-жеке тоқталамын. Видеоның соңына дейін көріңіз. Полярлы амин қышқылдары зарядсыз және заряды оң не теріс деп бөлінеді. Жаңа видеоның басында мен неге олар суда еритінін түсіндірдім. Себебі зарядсыздарда сутектік байланыстар жоғары. Демек, олардың былай айтқанда электр терістігі жоғары болғандықтан олар өзінде жартылай заряд ұстайды. Сол жартылай заряд арқылы сутектік байланыстар түседі. Мына жерде көріп тұр ма? Міне, жартылай заряд арқылы сутекпен байланысады. Немесе сутектегі жартылай заряд арқылы судың оттегімен байланысады. Сутектік байланыстар құрайды. Сол үшін бізде зарядсыздар суда ериді. Және мен айта кеттім. Зарядсыздардың ішінен аспарагин және глутамин ең жақсы еритіндер. Тек зарядсыздардың ішінде. Әрине, заряды барлар зарядсыздарды басып тастайды, себебі олардың иондық күші сутектік күшке қарағанда неғұрлым күшті. Сосын полярлы заряды барларға өтейік. Заряды барлар екіге бөлінеді, жаңа айтқандай. Ол оң және теріс. Оң және теріс деп бөліну себебі пикеға байланысты. Жаңа айта кеткен нәрсе. Біз айттық, пике, яғни диссоциация константасы, ол NH2 мысалы амин тобында да бар. Амин тобында үшін 8, ал карбоксил тобы үшін 3. Бірақ полипептид тізбек ұзын болғандықтан, демек, мына жерде бір амин қышқылы, мына жерде екінші амин қышқылы, мына жерде үшінші амин қышқылы. Амин қышқылының басында метионин болса, метиониннің NH тобы ғана зарядталады. Ал артында қалған карбоксил тобы полипептид тізбек, пептидті байланыс түзгендіктен оның пикеін біз ескермейміз. Себебі ол былай айтқанда диссоциацияға ұшырамайды. Сондықтан диссоциация константасы
ол үшін маңызды емес. Маңызды бұл жерде тек радикал. Сондықтан біз жаңағы заряды оң амин қышқылдарының радикалдарына қараймыз. Бұл жерде pKi, лизиннің pKi 10,5. Демек, 10,5 болатын болса, міне бір былай жазайық. 10,5 дейік. Осы 10,5-да 10,5-нан төмен болатын болса, ол өзіне қосады. 10,5-нан жоғары болса, ештеңе болмайды. Міне. 10,5-нан төмен болса. А біз білеміз, цитозольдің pH-ы тура судыкіндей 7, яғни бейтарап. 7 болса, ол өзіне 0-ден 10,5-ға дейін болса, 0-де 7 орналасады. Сутекті өзіне тартады. Міне, 0-дегідей. Тура сол аргинин. Тура сол. Және тура сол гистидин. Себебі гистидинде 0-де азот өзіне тартып алады. Бірақ гистидин туралы маңызды нәрсе pKi 6 болғанымен де мен сіздерге кішкене кештеу түсіндіремін осы видеода. Енді полярлы заряды теріс амин қышқылдарына өтейік. Заряды теріс амин қышқылдары өзі екеу ғана. Ол аспартат және глутамат. Олардың заряды не себепті теріс? pKi жаңағы диссоциация константасын алайық. Мына оның pKi 3,9. Демек, pH мәні 3,9 болған жағдайда оның заряды не теріс болады, не сутегі қосылған болады. То есть 50% сутекпен 50% сутексіз. Сутексіз болса теріс, ал мысалы жаңағы лизинде сутексіз болса, ол NH2 қалпында болушы еді. Ал сутекті қосатын болса, ол NH3-ке айналады. Демек, бұл жерде 3,9 деп алайық. Және адам ағзасындағы жасушалардың цитозолінің pH-ы 7. 7 болса, біз не істейміз? Мына жерде плюс болса, мына жерде минус болады. Демек, аспартатта сутек болмайды. Сутек болмаса, CO О қалпында қалады. Кейбір жағдайларда, бірақ адамның ағзасында емес, лабораторияларда біз аспартатты аспарагин қышқылына айналдыра аламыз. 3,9-дан төмен қылдырсақ, мысалы 2 pH. Адам асқазанындағы pH-тың мәні 2. Адам асқазанындағы ашқордың pH мәні 1,5-2. Ондай жағдайда аспартат аспарагин қышқылына айналады. Аспарагин қышқылына айналады. Бірақ біз амин қышқылдарын қуыстарда емес, тек жасушаның ішінде қарастырамыз. Сол себепті ол бізде теріс болады. Теріс зарядталады. Енді әр амин қышқылына жеке-жеке тоқталайық. Және олардың бір қызықты ақпараттарын айтып берейін. Мысалы, глицин. Глицин жаңа айтқандай хиральды ортасы, яғни хиральды атомы жоқ. 1. Сосын, оның стереоизомерлері жоқ. 2. Демек, L-глицин немесе D-глицин деген түсінік жоқ. Тек глицин. Глицин тек бір формада. Және оның қызметтері. Глицин хиральды атомы жоқ амин қышқылы. Ең қарапайым. Қан кетулер кезінде коллаген синтездеуде маңызды. Демек, коллаген синтезі, мысалы, адам сырынып қалды, далада жүгіріп құлап қалды. Ол жерде қан кетті. Енді ол жерді жабу керек. Әрине, ол тромбоциттер және тағы басқалардың қызметін толықтай жаба алмайды. Бірақ ең соңында адам ағзасының терісі қалай жазылады? Қаншалықты эстетикалық түрде жақсы көрінеді? Глицин.
Сол себепті кейбір хирургиялық процедураларда және мысалы пересадка жасаған кезде терінің пересадкасын және тағы басқаларын жасаған кезде глицинді қолданады. Келесі аланин. Пируваттан түзілгендіктен алмастырылмайтын амин қышқылы. Иә, аланин туралы негізі ақпарат көп емес. Ол сіз мысалы нан жедіңіз, немесе қант жедіңіз. Қант барып глюкоза болып гликолизге түседі. Гликолиз дегеніміз сол глюкозаны ыдырау, яғни энергияны алу. Соңында пируват түзіледі. Ол пируват барып аланинге айналып кетуі мүмкін. Біздің ағзамыз оны оңай атқара алады. Сондықтан біздің аланин алмастырылмайтын амин қышқылы. Амин қышқылдарының екі классификациясын бітірдік. Енді соңғы классификация, яғни адам ағзасында синтезделу қабілетіне байланысты классификация қалды. Жалпы неге біз оны адам ағзасында синтезделу қабілеті деп атаймыз? Себебі кейбір амин қышқылдары тек тамақ арқылы түсіп отыру керек, ал кейбір амин қышқылдары тамақтан тыс адам ағзасында синтезделіне алады. Сол синтезделіне алатындары аланин және алмастырылатын деп аталады, ал қалғандары, мысалы валин, лицин, изолицин және тағы басқаларын мен қазір түсіндіремін, олар алмастырылмайтын амин қышқылдары. Жалпы алмастырылмайтын амин қышқылдары 8, алмастырылатын амин қышқылдары 4. Бірақ осы екеуінің арасында белгілі бір нәрсе бар. Ол жартылай алмастырылатын. Жартылай алмастырылатын дегеніміз, мысалы, бір ауруды алайық. Фенилкетонурия деген. Фенилкетонурия ауруы кезінде фенилаланинді тирозинге айналдыратын фермент болмайды. Себебі ол генетикалық ауру. Ондай жағдайда біздің тирозин фенилаланин синтезделмесе, адамға алмастырылмайтын амин қышқылы кетеді. Бірақ негізі ол алмастырылатын амин қышқылы. Бірақ ауыратын болса, ол алмастырылмайтын болады. Тағы бір мысал. Гистидин. Гистидин балаларда, немесе аргинин балаларда алмастырылмайтын амин қышқылы. Себебі олар өсу барысында сол амин қышқылын көп мөлшерде тұтынуы керек, тамақтан ғана. Ал адамның өзінде бұл гистидин мен аргинин кішкентай дозаларда ғана синтезделеді. Бала үшін өздеріңіз ойлаңыз. Ересек адам қалыптасқан, оған өсу керек жоқ, ол тек қартаяды, оған жаңа ештеңе керек жоқ. Бірақ бәрібір ол үшін гистидин мен аргинин өте қиын синтезге. Ал бала үшін енді өсіп келе жатқан дүние, оған гистидин мен аргинин өте қатты керек. Сол себепті балалық шақта гистидин мен аргинин алмастырылмайтын амин қышқылдар. Және тағы басқа амин қышқылдар бар, бірақ мен оларды сәл кейінірек түсіндіремін. Мысалы, пролин. Пролиннің не себепті мен көп бөлігін жасылмен жаздым. Себебі ол белгілі бір жағдайларда алмастырылмайтын амин қышқылы. Демек, негізі алмастырылатын амин қышқылы. Пролинді біз өзіміз синтездей аламыз, бірақ кейбір жағдайларда, мысалы, сынықтарда немесе остеопороздарда бізге пролин өте қатты керек. Себебі ол коллагеннің синтезделу барысында қатты қажет болады, және остеопороз сияқты және тағы басқа аурулар кезінде ол бізге керек. Бірақ олсыз адам өлмейді. Ал бұл жерде тирозин, фенилкетонурия кезінде адам өледі. Сондықтан мен оны көп жерін қызылмен, тек соңғы 2 әрпін жасылмен жаздым. Тура осылай аргинин мен гистидин. Қалған, мысалы, пролин, цистеин, глутамин, серин, глицин, аргинин сияқты, аргинин жатпайды. Солар сияқты амин қышқылдары мен көбінесе жасылмен жаздым. Яғни мына жерде 3 әрпі жасылмен, 2 ғана қызылмен. Демек, ол белгілі бір жағдайларда ғана кейде бізге алмастырылмайтын амин қышқылы болады. Негізінде алмастырылады.
Енді әр амин қышқылына жеке тоқтала кетейік. Глицин, оның хиральды атомы жоқ. Сол себепті оның L не D изомерлері болмайды. Тек бір-ақ глицин болады. Ол бір ақпарат. Екінші қызықты ақпарат. Оның адам ағзасында не үшін қолданылатыны. Негізі біз глицинді өзіміз синтездей аламыз. Бірақ кейбір жағдайларда, мысалы, қан кетулер, мысалы бір бала жүгіріп бара жатыр және құлап қалады, аяғын жыртып алады. Терісін. Сол кезде әрине тромбоциттер және жалпы сол бүкіл каскадты системалар өте маңызды рөл ойнайды. Бірақ соңында бұл тін қалай жазылатыны және эстетикалық түрде қалай көрінетіні ол глицин. Яғни жақсы жазылу үшін сол адамда глициннің мөлшері көп болу керек. Сондықтан тамақты тұтыну керек. Немесе мысалы ожогтар болған кезде. Ожогтар жақсы емделу үшін глицин соңғы орында бірақ тұтынылуы қажет. Аланин. Аланин туралы ақпарат негізі қатты көп емес. Ол ең бастысы алмастырылатын амин қышқылы, яғни пируваттан түзілгендіктен алмастырылатын амин қышқылы. Пируват дегеніміз не? Адам ағзасында мысалы бір глюкоза түсті. Адам бір қантты жеді немесе нанды жеді, ол барып ыдырады, бірнеше реакциялар жүрді, ең соңында глюкоза түзіледі, ол глюкоза барып гликолиз деген процеске ұшырайды. Гликолиз дегеніміз сол глюкозаның ыдырауы. Гликолиз барысында ең соңында метаболит болып, яғни соңғы өнім болып пируват түзіледі. Ал біз білеміз, адам ағзасында гликолиз көп түседі, себебі біз әрдайым тамақ ішеміз. Әрдайым тамақ ішкендіктен жаңағы гликолиздің нәтижесінде пируваттар көп түседі. Пируваттар көп түзілгендіктен аланин көп түзіледі. Сондықтан ол біз үшін алмастырылмайтын амин қышқыл емес, алмастырылатын амин қышқыл. Келесі, валин, лейцин, изолицин. Осы үшеуі негізі бауырлар деп атасақ болады. Мен оларды бір топқа жатқызамын. BCAA деген. BCAA дегеніміз branched chains amino acids ағылшын тілінен. Демек, тізбектелген, қалай айтсам болады? Көміртектері тізбектелген амин қышқылдары. Міне, көріп тұрғаныңызда мына жерде тізбек және тағы бір тізбек. Тура солай изолицин. Не себепті олар бір топ және не себепті оларға сондай мән беріп тұрмын? Себебі олар бауырда ыдырамайды. Бауырда ыдырамаудың орнына ол барып бұлшықетте ыдырайды. Неге? Себебі осы үшеуі BCA-лар бауырда BCA-T деген фермент жоқ. Яғни BCA, branched chain amino acids, аминотрансфераза деген фермент болмағандықтан ол бауырда ыдырамайды. Ол барып бұлшықетке тікелей барып, сол жерде энергияға және құрылыс материалына ыдырап, біздің бұлшықеттерімізге күш береді. Яғни спортты медицинада қатты қолданылады. Міне, басқа амин қышқылдарына қарағанда бауырға бармай тікелей бұлшықеттерге барады. Энергия және құрылыс материалдары болып келеді. Осы алифатты және полярлы емес амин қышқылдарының болдық. Біттік. Және изолицин туралы тағы бір ақпарат жаңа көрсеткендей, оның хиральды атомы 2. Себебі мына жерде сутек CH3, яғни метил тобы, CH2 ол уже метил тобы емес, ол басқа нәрсе. CH2 және мына жерде орналасқан CH болады. Сондықтан ол хиральды атом болады. Келесі, полярлы емес амин қышқылдарын аяқтап кетейік, сондықтан мен қалған бесеуін айтамын. Метионин. Метионин өзінің құрылысына байланысты екі көміртектің арасында орналасқан күкірт. Сол себепті ол, қалай айтқан, полярлы емес.
демек CH3 оның полярлығын жауып тастайды, күкірттің полярлығын. Сол себепті ол полярлы емес. Және аук, яғни біз білеміз, цитология кезінен тағы білеміз. Аук дегеніміз кадон. Бастапқы кадон, старт кадон. Старт кадон болса, ойлауыңыз мүмкін. Демек, әр амин қышқылдарында метионин болады. Әр нәруыздардың ішінде бастапқы амин қышқылы болып метионин жүреді. Себебі ол старт кадон. Иә, дұрыс. Бірақ соңында метиониннен кейін мысалы бір лизин тұратын болса, лизин полярлы заряды оң болатындықтан су оған доступ алу үшін, яғни су жаңағы лизинге шығу үшін, ол мынау метионинді ығыстырып алып тастайды. Метионинді алып тастағаннан кейін нәруыз жалпы құрылады, иә, бірақ нәруыз құрылып біткеннен кейін жаңағы метионин кетіп қалады. Себебі су оны ерту керек, су оған қол соғу керек. Сондықтан метионинді алып тастайды. Және лизинге, демек, полярлы заряды оң амин қышқылына қолын жеткізеді. Бұл сондықтан метионин шығып кетеді. Және метил тобының басты доноры болып келеді. Метил тобының басты доноры болғандықтан ол гендер экспрессиясына қатысады. Жалпы, неге ол метил доноры болады? Себебі оның соңында CH3, яғни метил тобы болады. Қалғандарында олар басқа көміртектермен жақсы байланысқан, достар болып жақсы байланысқан. Ал мына жерде күкірт ондай дос емес. Күкіртке бәрібір. Мынау метил тобы бар ба, жоқ па, оны алып тастай ма, оған бәрібір. Ол барып өзінің қызметін атқара салады. Демек, метионин адам ағзасында кейбір жерлерге барып гистонға CH3-ті қосады. Және гистонға CH3-ті қосу арқылы белгілі бір гендерді не өшіреді, не қосады. Былай айтқанда, светті өшіру сөндіру сияқты метионин сондай қызмет атқарады. Сондықтан кейбір адамдарда мысалы қара нәсілді ер мен ақ нәсілді әйелдің арасында кейде ақ нәсілді бала тууы мүмкін. Оған бір себеп метионин болуы мүмкін. Яғни метионин келеді де өше салды да оның қара нәсілді, яғни қара түсті терісі қосылмады да ол көрінбей қалады. Енді келесі фенилаланин. Фенилаланин туралы ақпарат жіктелуі. Ароматты болып келеді. Және полярлы емес. Ароматты болғандықтан ол ароматты болу себебі оның сақинасында. Бензол сақинасы оған ароматтылық береді де, және ол алмастырылмайтын амин қышқылы болады. Себебі алмастырылмайтын амин қышқылы болуына мынау сақина рөл ойнайды. Адам ағзасында бұндай сақиналарды синтездеу өте қиын. Себебі кейбір, мысалы, трианин сияқты амин қышқылдарын синтездеу қиын болса адам үшін, фенилаланин одан да қиын болады. Мұндай сақиналарды құру өте қиын. Сондықтан ол алмастырылмайтын амин қышқылы. Тура сол сияқты тирозинде бар, бірақ бізде фенилаланин мөлшері жеткілікті болса, тирозин алмастырылатын амин қышқылы, себебі фенилаланин түзеді. Және фенилаланин туралы аспартам құрамында аспартатпен бірге аспартамның құрамында болады. Және фенилкетонурия кезінде кола зеро ішуге болмайды. Не себеп? Себебі аспартам өзінің құрамында фенилаланин болғандықтан фенилкетонурия ауру кезінде сол адам фенилаланинді ешқайда кетіре алмайды. Себебі ол фенилаланин нормада тирозинге айналу керек. Бірақ оның ауру болғандықтан жаңағы фермент тирозинге айналдырмай, кола зероның арқасында әсерінде жаңағы фенилаланин жинақталады да адам ауырады, қатты ауырады. Сондықтан жаттап алыңыз. Мүмкін қызықты ақпарат шығар. Фенилкетонурия кезінде кола зероны ішуге болмайды. Себебі оның құрамында
қантты алмастырылатын, орын басатын қант орынбасары аспартам болады. Келесі тирозин. Тирозин фенилкетонурия кезінде фенилаланиннен синтезделе алмайды. Сондықтан ол жартылай алмастырылатын, жартылай алмастырылмайтын амин қышқылы. Бірақ фенилкетонурия кезінде тирозинді қабылдау бірінші орында. Бірінші орында себебі ол синтезделмейді. Енді триптофан. Триптофан ароматты амин қышқылдарына жатады. Гематоэнцефалды барьерға барып, серотонин синтезіне қатысады. Демек, триптофан адам ағзасы үшін не себепті алмастырылмайтын амин қышқылы, оның цикліне. Бұндай циклды синтездеу өте қиын және мүлдем мүмкін емес адам үшін. Және ароматтыларға жатады, себебі оның жүзінде бензол сақинасы болады. Ол ароматты және гетероцикл болып келеді. Және ГЭП. ГЭП дегеніміз мида орналасқан, былай айтқанда, тор. Былай айтқанда блокпост. Не өткізеді, не өткізбейді. Сол үшін ГЭП-ның арқасында көптеген адамдар белгілі бір аурулармен ауырмайды. Яғни сол ГЭП вирустарды, инфекцияларды өткізбейді. Бірақ кейбір инфекциялар мен вирустар ол ГЭП-ті өтуге шамалары бар. Және осы триптофан серотонин синтезіне қатысатындықтан ол белгілі бір нейродегенеративті ауруларда өте маңызды рөл ойнайды. Ол не ұшықтыруы мүмкін ауруды, не басуы мүмкін. Пролин. Пролин жаңа имин тобы деген, бірақ негізі екіншілік амин қышқылы болып келетін полярлы емес амин қышқылы. Оның құрамы жаңа қаңқаға сай емес, мынау қаңқаға. Себебі пролинде мынау NH циклға кеткен радикалмен қосылады да, оның құрылысы циклды болып кетеді. Сондықтан мен оны осы үштік циклге жатқыздым. Яғни ароматты, гетероцикл, имин. Осы үшеуі бір топ циклды амин қышқылдарына жатады. Және пролин туралы гетероциклдарға жатқыза аламыз. Және имин қышқылы сынықтар, остеопороздар кезінде аса маңызды. Себебі ол коллагенді синтездеуге қажетті. Келесі серин. Серин туралы ақпарат негізі аса көп емес. Бұл жерде гидроксил тобы бар. Гидроксил тобы арқылы ол зарядсыздарға жатады. Және біз полярлы амин қышқылдарына өттік. Және нейродегенеративті ауруларда өте маңызды рөл ойнайды. Мысалы, Альцгеймер және тағы басқа ауруларда. Хория Гентингтоны ауруларында маңызды рөл ойнайды. Сол кезде серин жартылай алмастырылмайтын амин қышқылдарына жатады. Жартылай алмастырылатын, жартылай алмастырылмайтын. Трианин тура серин сияқты гидроксил тобымен тобы құрамында бар амин қышқылы. Және хиральды центрі бар. Жаңағы изолицин сияқты. Жалпы екі қосымша хиральды центрі, яғни хиральды атомдары бар амин қышқылдар ол изолицин мен трианин. Және трианин алмастырылмайтын амин қышқылы болып келеді. Келесі аспарагин. Аспарагин мен глутамин екеуі бірге қосымша функционалды топқа жататын зарядсыз, яғни полярлы, бірақ зарядсыз амин қышқылдары. Олар CONH2, яғни амид атты функционалды топтан құралған, радикал. Сол себепті олар суда ере алады, яғни полярлы болады. Және жаңағы бестікке қарағанда, серин, трианин, цистеин, глутамин, аспарагинге қарағанда ең жақсы суда еритін екеуі ол аспарагин мен глутамин. Олардың құрылысына байланысты. Және глутамин туралы қосымша ақпарат альфа-кетоглутаратқа айналу арқылы 3 карбон циклына барып АТФ-қа айналады. Бұл процесс иммун жасушаларында жүреді. Демек, мысалы бір ауруды алайық. АИТВ, адамның иммунитетінің тапшылығы вирусы. ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека. Ол кезде
біздің иммун жасушаларымыз негізі әлсіз болады. Бірақ глутамин сол иммун жасушалардың ішінде энергия көзі болады. Сол себептен глутамин вирустық немесе басқа бір бактериялық инфекция немесе тағы бір инфекциялар кезінде иммунитетке, былай айтқанда, бензин сияқты болады. Мысалы, біздің иммунитетіміз двигатель болса, глутамин бензин сияқты болады. Ол оны тұтынады және сол арқылы жүреді. Енді цистеин. Цистеин нәруыз құрылысында дисульфидті байланыстар түзеді. Кератин нәруызының негізі болып саналады. Жалпы цистеинді көретін болсақ, құрылысында SH тиол группасы бар. Ол барып келесі цистеинмен, яғни мысалы бір тізбек алайық, тізбектің басында цистеин бар және 10 амин қышқылынан кейін орналасқан цистеин бар. Ол былай спираль жасаған кезде бір-бірін ұстап тұру үшін жаңағы жоғарғы цистеин, яғни соңындағы цистеин және төменгі цистеин бірге бір-біріне дисульфидті тізбектер түседі. Дисульфидті тізбек. Бұл жерде бір сутек кетеді, мына жерде екінші сутек кетеді, екеуі кетіп, арасында мындай нәрсе қалады. Міне. Дисульфидті, яғни Ди2 сульфидті, дисульфидті байланыс дегеніміз осы. Және тағы бір қызмет, осы дисульфидті байланыстар түзу арқылы, мысалы, қойдың жүнін алайық. Қойдың жүні неге сондай бұйра? Осы дисульфидті байланыстар арқылы. Мысалы, қойдың жүнінен жасалған бір футболка немесе тағы бір киімді 90 градусқа жуат машинаға салып қойсақ, ол кішірейіп қалады. Себебі мынау дисульфидті байланыстар ыдырайды және ол кішкентай болып қалады. Тура сол сияқты, мысалы, менің қазір қыздар қарайтын болса, кератин, яғни шаштардың кератинизациясы тура осы цистеиннің қызметіне байланысты жүреді. Сондықтан кейбір адамдарда шаштары бұйра болады, яғни туылғаннан гендер, цистеинге жауап беретін гендері көп болса, көп емес, сондай ген болса, және цистеин синтезі жоғары болса, олардың шаштары бұйраланады. Кейбір адамдардың шаштары тек түзу болады. Келесі. Полярлардың заряды терістерге өтейік. Полярлы амин қышқылдардың заряды теріс амин қышқылдары ол аспартат пен глутамат. Мына жерде айтатын нәрсе негізі көп емес, ол аспартатымыз аспарагин қышқылының анионы, ал глутамин қышқылының ионы. Және қалған нәрселерді мен оған дейін айттым. Келесі. Заряды оң амин қышқылдары. Лизин, аргинин және гистидин. Лизин, аргинин, гистидин. Лизин өзінің пикейіне, яғни диссоциация константасына байланысты оң болады, тура солай аргинин және гистидин туралы ақпаратты сәл кейінірек айтамын. Ал аргинин балаларда синтезделмейді, жаңа айтқандай. Бұларға ақпарат бітті. Енді гистидин. Гистидин соңғы амин қышқыл деп алайық мына жерде. Оның бір қызықты жері диссоциация константасында. Мен айтқан едім. Мына жерде мысалы 6 дейік. 6 болып біздің pH-мыз 7 ғой. Мына жерде болса, ол негізі өзінен сутекті жоғалтып алу керек. Ал 6-тан төмен болса, ол өзіне сутекті қайта алып алу керек. Бірақ бұл жерде басқа әңгіме. Адам ағзасындағы жасушалардың ішіндегі цитозоль 7 болғандықтан, ал 6 оған қатты жақын pH мәні болғандықтан, оның шамамен 60%, былай айтқанда, таразын алатын болсақ, мына жаққа 40% дейік. 40%. Мына жаққа 60% дейік. 60% теріс зарядталған, яғни теріс емес, заряды жоқ болады, ал қалған 40%-ында тура осындай формада заряды оң болатын гистидиндер болады.
Сондықтан біз гистидинді заряды 10-ға жатқызамыз. Себебі оның pH мәні, яғни pKa диссоциация константасы 6 болғандықтан ол 7-ге қатты жақын. Қалғандарына қарағанда 7-ге ең жақын pH, яғни pKa осы гистидинде. Сондықтан біз оны заряды 10-ға жатқызамыз. Енді көп кітапта айтылмайтын нәрсе ол селен, цистеин мен пиролизин. Тағы 2 амин қышқылы. Негізі амин қышқылы 26. Қалған 4-ін біз айтпай қойық, олар мүлдем керек жоқ. Олар нәруыз түзілгеннен кейін модификация ретінде қосылады. Ал бұл жерде генетикалық код, яғни былай айтқанда амин қышқылдарын былай бөлуге болады. Нәруіздің құрамында болатын ол 26 амин қышқылы. 4-еуін алып тастаймыз, себебі ол нәруізге сосын кейінірек қосылады. 22 протеиногенді, себебі олар сол нәруізді жасайды. Және тағы 2-еуін, яғни селен, цистеин мен пиролизинді алып тастау себебі ол кадон. 20 классикалық түрдегі амин қышқылдары 20 болу себебі олардың кадондарында. Яғни адам ағзасындағы кадондарда сол 20-сының кадондары, яғни триплеттері жазылған. Бұлардікі жазылмаған. Олар нәруізді жасау барысында, ол әлі жасалмаған протеиногенді, яғни жасау барысында трансляция кезінде келіп өзінің кадонын салып жүреді, былай айтқанда. Негізі селен, цистеиннің кадоны ол стоп кадон УГА. Сол УГАға келіп селен, цистеин белгілі бір жағдайлардың нәтижесінде селен, цистеин қосылады да, ол протеиногенді амин қышқылы болып саналады. Пиролизинді біз қарастырмаймыз, себебі пиролизин адам ағзасында емес, архея бактериялардың ағзаларында ғана синтезделеді. Бірақ біз бәрібір оны осы 22-ге кіргіземіз. Енді олардың кадондары арнайы жағдайларда қосылады және синтезделеді сол арқылы. Жалпы амин қышқылдары бойынша ақпаратым бітті. Көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеоларын қараңыз и сосын каналға тіркеліңіз. Сау болыңыз.